Асқазан ауырып жүргеннің мынандай белгілері бар. Үш белгісін айтып беріп кетейін. Бірінші белгісі, сіз тамақ жеп біткеннен кейін 15-20 минуттан көкіректе тамақ тірелген сияқты сезім болады. Бұның себебі қалай? Осыны ашық айтып беріп кетейін. Сіз тамақ жейсіз, жеген тамақтарыңыздың қорытқан кезде сіздегі соляная кислота, асқазан қышқылдығы тамақты қорыту керек. Сол сіздің асқазан қышқылының күші мен көлемі азайып кеткен, немесе әлсіз, сол сіздің жеген тамағыңызды көкірекке келіп тіреледі. Сөйтіп көкіректе тіреліп тұрған сияқты сезім болады. Құссаңыз да, бірақ бір сілекей түкірік құсқан сияқты боласыз. Сәлден кейін бұл нәрсе жібереді. Екінші кезекте сізде жиі кекіру болады. Жиі кекіру дегеніміз бұл көбінесе рефлюкс болады. Яғни жеген тамақтарыңыздың барлығы обратка береді. Обратка берген кезде воздух жиналып қалады. Воздух, ауа жиналып қалған кезде сфинктер арқылы сізге жиі кекіру, лоқсу сезімдерін береді. Үшінші белгісі, бұл ағзаңызда изжога пайда болады. Изжога бір рет пайда болуы бұл қалыпты жағдай, тамаққа байланысты. Егер сізде изжога жиі қайталанатын болса, бұл сіздің асқазаныңызды емдету, көрсету керек деген мағынаны білдіреді. Себебі бұның пайда болуының себебі жеген тамақтарыңыздың барлығы, көп бөлігі сіздің асқазаныңызда қалып қалады. Сол қорытылмаған тамақтарыңыз барлығы сіздің стенкілерді, асқазаныңыздың слизисті оболочкасын зақымдайды. Сөйтіп келіп, сол быжыған тамақтар изжога түрінде келіп кетеді. Егер сіздің асқазаныңызда мәселе болса, осындай мәселелер болатын болса, бұл сіздің асқазаныңызды көрсету керек деген мағынаны білдіреді. Егер асқазаныңызда шланг жұтпай тексерісте өткілеріңіз келетін болса, біздің квантовый аппаратпен тексерісте өтіп алсаңыздар болады. Біз қаншама адам денсаулығын тексеріп тастадық. Шланг жұтпеген кісілер бізге қағазымен келеді. Сол екеуін салыстырған жағдайда 90% бәрі бірдей шығып жатқан жағдайлары бар. Егер сіздің асқазаныңызда мәселе болатын болса, диагностикаға жазылыңыз, менің парақшама тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөлісіп кетіңіз.